Ассаламуғалейкум. Тағы да біздер келесі сұрақтарға көшеміз. Бұл бизнес сауал деп аталатын біздің жобамыздың екінші түсірілімі. Мынандай сұрақ келіпті. Сәлеметсіз бе? Мен үйде отырған анамын. Ойлана келе барлық әйел затына керек тюрбандарды сатайын деп ойладым. Өзім тікпеймін, сатып аламын. Енді орамалдар қосып сатсам деп едім. Арзан бағада алатын жерді таппадым. Өзім Ақтөбе облысынан боламын. Инстаграмда оптом алатын жер бар екен, бірақ қорқамын дейді. Мына сұрақтардың ішінде сенімді оптом алатын адамдарды қалай табуға болады дейді. Норковый шубам бар еді, соны сатып бастап кетіп едім дейді. Енді қараңыз, бұл сұрақтар негізінде шашыраңқы сұрақтар екен. Бұл жердегі қорқамын деген сұрақтар бар. Инстаграмда оптом алатын жер бар екен, бірақ қорқамын дейді. Қорқамын деген сөз үлкен мағына береді. Сіз сатудан қорқасыз ба, өтпей қалады деп қорқасыз ба? Жалпы бизнесті бастаған кезде жалпы рынок деген нәрсеге қарау керек. Рынок деген жалпы маған керек па, бұл нәрсе халыққа керек па, керек емес па деген сұрақ болады. Және кімнің проблемасын шешіп жатырмын, қандай проблема шешіп жатырмын деген сияқты. Енді осыларды біліп алғаннан кейін опрос деген нәрсе болады. Анализ. Мысалға, менің отыратын жерім осындай бір аудан болатын болса, сол ауданның ішінде қанша адам керек етуі мүмкін осыларды. Шынымен де сол нәрсе проблема ма? Мысалға қараңыз. Ойлана келе барлық әйел затына керек тюрбандарды сатайын деп ойладым дейді. Сіз ойлап отырсыз, әйел затына керек деп. Бірақ ол керек қай жерде? Қай жерде керек? Әйел затына керек нәрсе көп негізінде, бірақ ол қазіргі уақытта сіздің жаңа сататын нәрселеріңізге қажет па? Мен енді тюрбан деген екенін білмедім бұл жерде. Енді орамалдар қосып сатсам ба деп едім дейді. Кез келген затты сатуға болады, бірақ кез келген затты мен сатамын, менен алады емес. Несімен ерекшеленеді? Бір сұрақ қою керек, неге олар менен алу керек деген сияқты. Егер конкуренттеріңіз болатын болса, мен конкуренттерден ерекшелендіре аламын ба? Біріншіден. Екіншіден, конкуренттерден 5 преимущество деген болады. 5 артықшылықты білуіңіз керексіз. Кез келген затты сататын кезде, сіз конкуренттеріңізге қарағанда 5 артықшылықты тапсаңыз, және клиенттерге болатын 5 выгода деп айтамыз, тиімділікті білетін болсаңыз, сол кезде сіз соны тапқан уақытта ғана барып, өзіңіздің товарыңызды ұсына аласыз. Және анализ конкурентов деген бар. Конкуренттеріңізді қарап, олардың мықты тұстарын қарау керек болады. Екіншіден, олардың әлсіз тұстарын қарау керек болады. Олардың мықты тұстарын өзіңізге пайдаланып, олардың әлсіз тұстарын өзіңіздің мықты тұсы етіп алу керек. Мысалға, бір жерлерде, бір конкуренттерде сервис онша емес болуы мүмкін, иә. Мысалға, обслуживание дейді ғой, қызмет көрсету деңгейі төмен болуы мүмкін. Сіз демек сол қызмет көрсету жағынан басымдылық жасауыңыз керексіз. Түсіндіңіз ба? Сондай сияқты нәрселерді білу керек. Енді мен астыда менеджерлеріміздің номерлерін қалдырамыз. Сол номерлерге жекеге шығып, сұрағыңызды толық қойсаңыздар жақсы болатын еді. Сұрақты түсінікті етіп қойсаңыздар жақсы болады. Ең жақсысы дыбыспен жазсаңыз, дайректке дыбыспен қалдырсаңыз тіпті жақсы болады. Өйткені дыбыспен жазған кезде сіздің эмоцияңыз, жазған сөзіңіздің қай жерде сұрағы бар, қай жерде сұрақ емес екенін анықтау үшін дыбыстық жазсаңыз жақсы болады. Тағы да сұрақ. Менің есімім Ерғазы дейді. Жасым 22-де, Сарыағаш қаласында дейді. Бизнесті жеке бастап, сосын команда іздеген дұрыс па? Әлде командамен бірге, яғни серіктеспен бастаған дұрыс па дейді. Егер серіктеспен болса, серіктестік уақыты келіскен дұрыс па дейді. Жалпы команданың бизнестегі рөлі қандай дейді. Қараңыз, кез келген миллионер болған адамдарды қарап отыратын болсаңыздар, олар еш уақытта жалғыз жетістікке жеткен емес. Олар әрқашанда командамен жетеді. Ол біріншіден. Екіншіден айтады, егер тез барғыңыз келетін болса, онда өзіңіз барыңыз дейді. Ал егер ұзақ жүргіңіз келетін болса, онда командамен жүріңіз дейді. Сондықтан да әрқашанда командамен жүрген жақсы. Енді команда деген не ол? Команда дегеннің өзі бөлінеді. Коллектив болып бөлінеді, команда болып бөлінеді және банда болып бөлінеді негізі.
коллектив дегеніміз ол бір қандай да бір мемлекеттік қызметтерде, жалданбалы жұмысшылардың ортасында коллектив деген ұғым болады. Ол жердегі адамдар басшының бір көрсетіп берген шаблонный жұмыстары бар, соны орындаумен болады. Күн өтсе болды, олар арасында бір-бірімен шай ішеді, бір-бірімен араласады, құраласады, бірақ ешқандай бір-бірінің айлықтарын да білмеуі мүмкін, бір-бірлерінің істеп жатқан істеріне қатысы болмауы да мүмкін. Екіншісі банда деген бар. Банда деген сөз бір осындай бір коллективтердің ішінде бір адамдар өздерімен өздері бір-бірімен қосылып алып, сол жердегі сол компанияның бір кейбір өздерінің ойына алған жаман бір пиғылдарын жүзеге асыру үшін бірігіп, бір-бірін жасырады, бір-бірінің жұмысқа келмей қалса, кешігіп қалса, бір-бірінің арттарын жауып отырады, бір-бірін бастыққа айтпайды деген сияқты, ауырып қалды деп айта салады, және іштен бір нәрселерді ұрлауы мүмкін олар, және бір-бірлерімен байланыс үзуі мүмкін. Ол өте қауіпті. Ал үшінші команда деген идея. Команданы ненің айналасына жинаймыз? Команданы өзіңіздің айналасыңызға жинамайсыз. Команданы миссияның айналасына жинайсыз. Ал миссия сіздің идеяңыздың, идеология деген нәрсе бар. Сіздің жалпы компанияңыздың істеп жатқан нәрсеңіздің болашақтағы халыққа беретін, болашақтағы жалпы қоғамға беретін, клиенттерге беретін бір артықшылығы болады. Сол артықшылықты сіз командаға түсіндіре алған болсаңыз, команда соны түсінетін болса, онда сіздің барлығыңыздың мақсатыңыз болады. Мысалға, біздің тренинг жүргізетін командамызда бізге келген әрбір қазақ тілді қауым қаржылық сауаттылықты меңгеріп, кәсіпкерлік сананы меңгеру керек, және бизнесті жүргізуге нәтижелі қол жеткізу керек деген идеология, сондай бір миссиямыз бар өзіміздің. Сол миссияны ұғып алған біздің қасымыздағы команданың мүшелері, біз болмасақ та олардың ойларында әрқашанда осы миссия жүргеннен кейін олар ортаға идея салады. Былай істесек қалай болады, былай істесек қалай болады, мынандай жобалар жасасақ қалай болады деп өздері ішінен идея тудырады. Сондықтан да команданы әрқашанда идеяның айналасына, миссияның айналасына жинау керек. Серіктестік міндетті түрде керек. Өйткені бір жылқы дейді, бір жылқы 3,5 тонна тартатын болса, 2 жылқы 15 тонна тартады дейді. Көрдіңіз ба? Бұрын қазақтарда бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы деп айтатынын мен айтпаса да түсінікті ғой деп ойлайтын едім. Бірақ қарап отырсаңыз, бір бас жақсы екен, екі бас әлде қайда жақсы екен. Енді ол командаға байланысты әңгіме көп. Менің өзімнің басымда болған нәрселер бар. Команданы дұрыстап таңдау керек. Басында дұрыстап команданы жинақтамайтын болсаңыз, артынан өзіңіз өкініп қаласыз. Өйткені командаға адамды алу оңай, бірақ оны егер қабілеті болмай қалатын болса, оны шығарып тастау немесе шығарып тастау өте қиын. Өйткені кейбір адамдар өздерінің бойындағы қабілеті жоқ екенін сезбейді, бірақ сіздің тарапыңыздан болған жұмыстан шығаруларды қатты ауыртпалықпен қабылдайды. Сондықтан сондай адамдарды қателеспей алдын ала команданы жұмысқа алу, команданы таңдау деген бөлек тақырып бар. Сол тақырып бойынша сізге сабақ алу керек болады. Жақсы, Ерғазы. Бүгінге сұрақтар аяқталған сияқты, және енді келесі сіздерден актуалды және өздеріңізге де пайда беретін, және халыққа да сіздің сұрағыңыздан алған жауапты халық естіген кезде, халық өзінің бір ішінде жүрген, түйінін шеше алмай жүрген, маған осы керек еді, мынау менің жағдайым ғой дейтіндей сұрақты қойғандарыңызды сұраймыз. Сондықтан да белсенді түрде араласыңыздар, жан-жақтарыңызға таратыңыздар. Біз айтып отырмыз, сізге тек қана кеңес береміз, және біз ақылды болғаннан емес, осы өзіміз білген білімді басқалармен бөлісуге деген бір құштарлық болғаннан кейін, өзіме осы нәрсе ұнағаннан кейін осындай нәрсені айналысып отырмыз. Сондықтан да барлық сіздерге берген жауаптарым пайдалы болған болса, мен бақыттымын. Ал егер қандай да бір себептермен жауабыңыз түсініксіз болып қалған болса, жауапты ала алмаған болсаңыз, қайтадан сұрақтарыңызды қоюға болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.